Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бастауыш сынып оқушыларына арналған жаңа ойын түрімен таныстыратын боламын. Ал онда кеттік. Ойынымыздың атын матчинг деп атадым. Басқа тақырып ешқандай ойыма келмей қалды. Ойынымызда оқушылар мынандай кубикті тастайды, тасты. Соның ішінен қай сан шықса, мысалы 4 шығатын болса, 4-тегі сөзді тауып, соны оқиды және суреттермен сәйкестендіру керек болады. Құрметті ұстаздар, кез келген ойынды ойнататын болсаңыз, балдарға сол ойынның ішіне әртүрлі қосатын элементтеріңіз өте маңызды. Мысалы, мына жердегі 4 бұрышты тастау балдарға өте қызықты болып тұр. Яғни бұл жерде сабағыңызға қызықпайтын оқушының өзі осы элементтерді көру арқылы көргеннен кейін қызығып қатысатын болады. Жазуды таңдағаннан кейін балаға бірінші оқытып алыңыз. Мысалы, мынаны дұрыс оқу керек. Содан кейін барып суретпен сәйкестендіру қажет. Енді бұл келесі ойынымыз. Бұл жердегі ойында осы суреттерді қолдана аласыздар. Бұл жерде 4 күннің 4 уақытына бөлдік. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night деген сияқты қылып, суреттерді балдар сол күннің бөліктеріне қою керек және жазуларын үстіне сәйкестендіріп қойып шығу керек. Материалды мен Түркиядағы әріптесіміз Білге Жеңгелженің сайтынан жүктеп алдым және өзімнің телеграм каналыма салып қойдым. Егер сайттан жүктеп алуға қиналатын болсаңыздар, телеграм каналымнан жүктеп алсаңыздар болады. Және егер алдағы уақытта балаларға бұл ойынды ойнататын болсаңыздар, инстаграмда мені және Білге Жеңгелжені белгілеп өтуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.